Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дубайский пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогты егер сіздер дубайский чизкейктің печенье основасын ұнатпайтын болсаңыздар, осы пирогты жасауға кеңес беремін. Бұл пирогтың основасы, яғни қамыры өте воздушный, өте жұмсақ болып келеді. Ал енді тестамызды дайындауға көшеміз. Мына жерде менде бөлме температурасында еріп тұрған сары майым бар, және соған қантымды, жұмыртқамды және қаймағымды салып, бір келкі етіп араластырып аламын. Қолмен де немесе лопатканың көмегімен, венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Бөлек ыдысқа құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Мына жерде менде ұн және қопсытқыш, яғни разрыхлитель, үстіне какаомызды саламыз, бір араластырып жібереміз. Міне осы құрғақ затымызды жаңағы араластырып алған майымызға саламыз, бір келкі қамыр болғанға дейін илеп аламыз. Бұл қамыр бізде өте қолға жабысқақ, жұмсақ болып келеді. Артық ұн қоспаймыз. Осы қамырымыздың жұмсақ болғанның есебінен біздің тестамыз, қамырымыз, яғни өте воздушный болып шығады. Сондықтан артық ұн қоспаймыз. Бірденен пакетке салып, холодильникке кемі 2 сағатқа жібереміз. Міне осылай пакетке салып 2 сағатқа холодильникке жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Мына жерде бізде творожный сыр. Осы творожный сырымызға қантымызды саламыз. Мына жерде сливки 33 және 35% болады. Сливкимізді құямыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Мына жерде крахмал, кукурузный крахмал, фисташковая паста, қоспаса да болады, міндетті емес. Блендердің көмегімен бәрі бір келкі болғанша езіп аламыз. Міне бізде осындай масса шығады. Енді қамырымызды формамызға жайғастырамыз. Қамырымызды холодильниктен аламыз. Формамызға жайғастырамыз. Бір келкі етіп жайғастырып аламыз. Осындай қолға жабысқақ болып келеді қамырымыз. Бетіне кішкене ұн қосамыз. Қолымыз жабыспас үшін формамызға жайғастырып аламыз. Міне осылай жайғастырып аламыз. Вилканың көмегімен тесіп аламыз. Салмамызды құямыз. Бір келкі етіп жайғастырып аламыз. градуста қызып тұрған пешке 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісті. Енді суығанша қойып қоямыз. Оған дейін катайфи қамырын қуырып
фисташкамен араластырып салмасын дайындай береміз. Мына жерде бізде катайфи қамыры. Міне осылай кесеміз. Міне осылай ашып араларын дайындап аламыз. Міне араларын осылай ашып дайындап аламыз. Енді катайфи қамырымызды қуыруға көшеміз. Ол үшін біз сковородкамызды отқа қойып, осында сливочный майымызды салып ерітеміз. Сонымен катайфи қамырымызды салып қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай катайфи қамырымызды қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Үстіне фисташковая паста саламыз. Және де ақ шоколад салуымыз керек. Ол бізде видеоға түспей қалыпты. Ақ шоколадымызды водяная баняда немесе микроволновкада ерітіп, және осы катайфи қамырының үстіне фисташкамен бірге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шоколадты міндетті түрде ұмытпай қосамыз. Пирогымызды толығымен суған соң ғана формасынан ажыратамыз. Енді катайфи қамырын салмамызды салып жайғастырамыз. Бетіне ганашын дайындаймыз. Мына жерде менде Қазақстан шоколады, 50 грамм Қазақстан шоколад, 50 грамм сливки, 33-35%. Водяная баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Ганашымызды дайындап алдық. Енді пирогымыздың бетіне құятын боламыз. Шоколадпенен сливкиімізді біріккенше осылай араластырып, жақсылап біріктіріп аламыз. Сонымен ганашымызды пирогымыздың бетіне құятын боламыз. Спатуланың көмегімен жайғастырып бетіне жауып шығамыз. Пирогымыз дайын. Көрейік. Міне бізде осындай пирог шықты. Өте дәмді. Қамыры өте жұмсақ, воздушный болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.